Бүгінгі біздің екінші сабағымыздың тақырыбы стандартты емес есептерді шешудің геометриялық әдісі. Жалпы 5-ші сыныпта бізде математика курсы оқытылатын болса, 7-ші сыныптан бастап алгебра және геометрия курстарын қатар оқимыз. Декарттың кезінен геометрия мен алгебраның бір-бірімен байланысы ол көз жетіп келе жатырған мәлімет болып есептеледі. Жалпы алгебралық есептерді шешуде біз геометриялық ұғымдарды қолданамыз. Бұл жерде алгебрадағы есептерді шығару үшін геометриядағы мына ұғымдар пайдаланылады. Сандар мен әріптерде отырғанымыз геометрияда координаталық оське дейінгі қашықтық, яғни сол координатаның өзі. Келесі модуль таңбасының ішіндегі екі санның айырымы ол геометриядағы координаталық үстемдегі екі нүктенің арақашықтығы. Екі санның квадраттарының қосындысы бұл геометриядағы координаталық жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығы болып табылады. Осы беріліп тұрған аударманы қолдана отырып, мен сіздерге қазір келесі кестені ұсынатын боламын, және олда бірнеше мысалдар келтірілген. Сол мысалдарды қолдану арқылы біз бұдан да күрделі есептерді шығаратын боламыз. Геометриялық тіл ретінде бұл жерде жалпы мәтіндер берілген, ал сол геометриялық тілді оқи отыра біз формулалар тілі арқылы беріліп тұрған есептерге осындай теңдеу, теңсіздік жүйе құрастыратын боламыз. Бірнешесіне тоқталып кететін болсақ, бізде с нүктесінен сандық осьтегі -22 нүктесіне дейінгі арақашықтық 6-дан кіші. Енді бұл жерде біздің ескеретін жай арадағы қашықтық ол теріс санға тең болмайды. Сондықтан біз осы екеуінің қосындысын модуль таңбасының ішінде алатын боламыз. Неге қосу таңбасы қойылды десеңіздер, жалпы екі нүктенің арақашықтығын тапқан кезде соңғы нүктеден бастапқы нүктені азайтамыз. Сол кезде -22-нің таңбасы келесіде плюске өзгеретін болады. Яғни, келесі мына жердегі бізде 6-шы мысалға тоқталатын болсам, М координатасы А болатын нүктесінен координатасы 2-де 7 болатын П және координатасы -1-де 6 болатын К нүктелеріне дейінгі қашықтықтар 7-ден кем емес. Алдыңғы аудармада айтып өткендей, ол бізде координаталық түзуде орналасқан, және ол осы екі нүктенің арақашықтығын табуда біз екі санның квадраттарының айырымын қолданатын боламыз. Және 7-ден кем емес деген сөз салыстыру белгісі бойынша үлкен немесе тең дегенді білдіреді. Яғни, осы айтылған мәтінді біз мына жерде формулалар тілі алгебраға өзгерттік. Енді осы беріліп тұрған бізге мағлұматтарды қолдана отыра, қазір алдымызда көрсетілген мысалды шығаратын боламыз. Берілген функцияның ең кіші мәнін табыңыз. Y-тен түбір астындағы x квадрат -2x плюс 5 қосылған түбір астында x квадрат -16x плюс 89. Енді беріліп тұрған есепті шешу үшін біз 6 қадамды бөліп қарастырамыз. Ең бірінші квадрат үшіншіден толық квадратты бөліп аламыз. Яғни бұл стандартты есепті шешуде ең алдымен біз алгебраның мағлұматын пайдаландық, және алдарыңызда ұсынып тұрғандағыдай осындай графикті салып аламыз. Келесі, соңғы теңдіктің оң жақ бөлігіндегі әрбір қосылғыш абсцисса осіндегі А координатасы x0 болатын нүктесінен белгілі бір координаталарға дейінгі қашықтықта орналасқан, бұл x айнымалысының мәніне тәуелді емес. Осылайша тапсырманы шешудегі екінші қадам бізде А нүктесінің осы белгісіз болып тұрған x координатасын табу болып табылады. Үшінші қадам, егер бізде В және С нүктелері координаталық жазықтықтың екі бөлігінде орналасқан болса, онда осы екі нүктені қосу барысында бізде абсцисса осінен қиылысатындығы белгілі. Ал есепті шешу кезіндегі біз осы А нүктесінің қай нүктеде қиылысатындығын анықтауымыз керек. Ол үшін біз В және С нүктелерінің арақашықтығын пайдалана отыра үшбұрыштар теңсіздігін қолданатын боламыз. Графикте көріп тұрғандарыңыздай АВ мен АС қабырғаларының ұзындықтары жалпы ВС түзілуінің ұзындығын береді. Ал беріліп тұрған үшбұрыш теңсіздігінде А1 В-ның қосындысы, А1 С-ның қосындысы екеуі ВС-дан үлкен болуы керек. Бұл үшбұрыштар теңсіздігі. Келесі бізде төртінші қадам, есеп шарты бойынша В және С нүктелерінің абсциссасы 1 және 8, ал ординаталарының квадраты сәйкесінше 4 пен 25 болып тұр. Квадраттары 4 пен 25 болса, демек ординаталы -2 және 5 екенін графиктен көрген болатынбыз. Келесі
Осы аталған мәліметтерге сене отыра VS түзуінің теңдеуін тауып аламыз. Бұл жерде ол y тең x минус 3. Енді абсцисса осымен қиылысатындығын ескеретін болса, біз x-тің координатасы А нүктесінің 3-ке тең екендігі белгілі. Енді бастапқыда біз квадрат үшіншіні бөліп алған болатынбыз. Сол жерде орналасқан x-тің орнына 3-ті қою арқылы келесі есепті шешеміз. Сол кезде біздегі ізделінді ең кіші мән 7 түбірасты 2-ге тең болады. Яғни бұл есепті шешуге тек геометриялық әдістен бөлек алгебралық әдістер пайдаланылды. Келесі сіздерге үйге тапсырма, аталған мағлұматтарды қолдана отыра берілген теңдеулер жүйесін шешіңіз. Сау болыңыздар.